Бисмилля, ассалаумағалейкум, армысыздар ағайын. Алдарыңызда дәрігер Жұмадан Жарқынбекұлы. Улы өкіл, яғни бұндағы айтпағымыз ковидке қарсы екпе. Не үшін улы өкіл деп атап отырмыз? Оның құрамында у бар екендігінде ешқандай күмән жоқ. Әрине ол у сіздің жаныңызды бірден алып кетпейді. Дегенмен де уақыттың өтуімен оның кері әсерлері адам ағзасының әртүрлі деңгейіне байланысты көріле бастайды. Бұл бірінші себеп. Ал екінші себеп болса, біздің алдыңғы ковидке қарсы екпенің сыры ашылды деген лекциямызды осы YouTube арнамызға жүктегеннен кейін YouTube тарапынан жуып тасталған еді. Сол кезде біз осындай сезімтал тіркесті қолданғанымыз себепті олар біздің видеомызды, лекциямызды жуып тастаған, яғни халықтың шындыққа көзі жетуіне оларда қарсы. Шынтуайтында да мәселе қайда жатыр? Қараңыз, ойланыңыз. Дегенмен де Құдайға шүкір, біз өзіміз тарапынан YouTube-тың кейбір қайта қарау функцияларын қолдана тұрып, ол лекциямызды қалпына келтірдік. Улы өкілдің кері әсерлеріне, шындығына байланысты лекцияларымызды барлық WhatsApp топтарда, әлеуметтік желілерде бөлісіңіз ағайын. Себебі қаракөз қандастарымыз осы ақиқаттың анық қанығына жетсін деген бір жақсы ниет. Жақсылыққа болысайық. Ендеше бүгінгі айтайын дегеніміз осы улы өкілдің, яғни ковидке қарсы екпенің, сол екпен салдырғаннан кейін адамдарда көрілетін кері әсерлерінің ішіндегі ең көбі, әсіресе жастарда, микрокардит деп аталатын ауруды тудырады. Қазақша айтқанда жүректің бұлшық етінің қабынуы. Соған дәлел ретінде өздеріңізге бір шағын қысқа видеоларды көрсеткім келіп отыр. Мында бірінші видео. Толық көрейік соңына дейін. Бұл қысқа видеодағы футболист, Полек футболисі, Италияның Серия А лигасында Наполи командасында жартылай қорғаушы болып ойын көрсетеді. Бұл жігіт өткен аптада, яғни осы желтоқсанның 12-ші күні Италияның Серия А лигасында ойын барысында өзінің жүрек тұсы жайсызданғанын, жүрегі қысқанын, кеудесі тарылып, демі жетіспегенін шағымданып, ойыннан шығып кетті. Әзір жағдай қалай, біз оны толық білмейміз. Дегенмен де енді бір футболист ретінде олардың жүрек қызметі әдеттегі адамдардан әлде қайда күшті екендігінде дау жоқ. Ал бұлардың осы жарысқа қатысу үшін вакцина ектіруі сөзсіз. Бұдан ақ біз сол вакцинаның жаңағы жүрек бұлшық етінің қабынуын келтіріп шығарды деген тұжырым шығару қиынға соқпайды. Бұл бір мысал. Екінші тағы бір мысал. Видеоны толық көрейік соңына дейін. Бұл команданы футбол сүйер қауым әбден біледі. Бұл ойыншыны да жақтану керек. Манчестер Юнайтед ағылшын премьер лигасының беделді клубтарының бірі, тіпті әлемдегі алдыңғы 10 беделді клубтардың бірі десек те артық айтқан болмаймыз. Сол команданың өткенгі аптада, яғни 12-ші айдың 11-ші күні өткен ағылшын премьер лигасында Манчестер Юнайтедтің Норвич командасына қарсы жарысында Линделоф, Швецияның орталық қорғаушысы, Манчестер Юнайтед командасында да орталық қорғаушы болып ойын ойнайды.
Бұл жігітте сол жарыстың 19 минутында өзінің жайсыз сезінгенін шағымданып, яғни жүрек тұсын ұстап тұр. Видеода көргендеріңіздей. Жүрек қысып демі азайып, тынысы тарылып, сондай бір қиын жағдайға тап болғанын көріп отырмыз. Ең соңында ары қарай бұл жігіт, бұл ойыншы ойынын жалғастыра алмады. Жоғарыдағы екі видео әлемдегі екі беделді клубтағы екі танымал ойыншының жағдайына байланысты адамдардың назарын өзіне аударды. Ал жай адамдар болса, оған ешкім көз салмауы мүмкін, ешкімнің назарын өздеріне тарта алмауы мүмкін. Ал енді қаншама адамдар сол улы укулдың аталмыш кері әсерінен зардап шегіп жатқанын бір Құдайдың өзі ғана біледі. Ағайын, тағы да сол сөз қайталап айтатынымыз, есті адам екпе ектірмес. Видеомыз ұнаған болса, міндетті түрде тегін лайкты лүпілдетіп кетіңіз, әрі біздің еңбегімізді бағалап, осы лекциямызды бүкіл әлеуметтік топтарда бөлісіңіз. Білімді бөлсеңіз көбейеді. Келесі эфирде кездескенше Алла төрт көзімізді түгел қылғай. Аман сау болыңыздар.